айналайын қарағым, алтынымдай алтынымдай айдан аппақ сендей жанды Gençler arka uçurum. Sen basımdağı Қадірлі отандастар, құрметті қауым, ең алдымен баршаңызды ұлыстың ұлы күні әз наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін ата жұртымыздың алтын бесігі Түркістан шаһарына тағзым ету үшін арнайы келіп отырмын, ризамын. Менің Түркістанға ықыласым ерекше екенін жақсы білесіздер. Мемлекет басшысы ретінде алғашқы сапарымды осы өлкеден бастадым. Түркістан түбі бір түркі жұртының қасиетті шаңырағы, бұл халқымыздың болмыс бітімі, қайсар рухы, теңдессіз мәдениеті және елдік дәстүрі көрініс тапқан киелі жер. Әйгілі Қожа Ахмет Яссауидің мол мұрасы, шежіре шаһардың рухани қазынасы. Әзірет Сұлтан кесенесі түркі әлемнің берекелі тұтастығының символы. Төл тарихымызда есімі алтын әріппен жазылған тұғырлы тұлғаларымыз осы жерде мәңгілік мекенін тапқан. Түркістан қазақ хандығының саяси орталығының бірі екенін ешқашан ұмытпауымыз керек. Бұл өңірде ұлтымыздың тағдырын айқындаған аса маңызды шешімдер қабылданды. Ордабасы жерінде осыдан 3 ғасыр бұрын ел болашағына айрықша әсер еткен үлкен құрылтай өтті. Бұл бірге жиынның мән мағынасы аса ерекше. Құрылтайда 300-тің билері және игі жақсылары түгел бас қосып, бір тудың астында жиналды. Ұлт бірлігінің арқасында батыр бабаларымыз Аңырақай шайқасында тарихи жеңіске жетіп, бүкіл сырт елдерге қазақ елі тұтастығының күшін паш етті. Осындай елдік пен ерлік дәстүрі ешқашан үзілген емес. Біз де тарих жолын жалғастырып, елімізде төрелі жиын, төбелі басқосулар өткізіп келеміз. Ұлттық құрылтайдың екінші отырысы Түркістанда өткенін жақсы білесіздер. Мен осы жерде адал азамат тұжырымдамасын алғаш рет жарияладым. Мамыр айының ортасында Түркістанда түркі мемлекеттері ұйымның аясындағы тиісті мемлекеттер басшыларының ең жоғары деңгейдегі жиыны жоспарланып отыр. Бұл қазіргі әлемдегі құбылмалы ахуалда өткізілетін өте маңызды халықаралық шара. Үкімет пен әкімдік осы жиынды мінсіз ұйымдастыруға мән беру керек. Көне шаһардың бірегей тарихи келбетін сақтау, мәдени мұрасын қорғау және жалпы осы облысты тұрақты дамыту еліміз үшін маңызы зор міндеттердің бірі. Мен өзім мемлекет басшысы ретінде бұл мәселеге айрықша мән беремін. Бір жыл бұрын Түркістан қаласының ерекше мәртебесі туралы арнайы заң қабылдадық. Бүгінде облыстың даму қарқыны жалпы жақсы деп айтуға болады, көптеген жұмыс істеліп жатыр. Әкім Нұралхан Көшеров белсенді түрде жұмысқа кірісті, өз жергілікті ахуалмен таныс, жұмысының нәтижесі сәтті болады деп ойлаймын. Былтыр аймақ экономикасы 14%-ға өсті, барлық салада жақсы көрсеткіштер пайда болып жатыр. Салық түсімі алғаш рет 1 триллион теңгеден асты. Аймаққа 1,7 триллион теңге инвестиция тартылды. Үкіметтің мәліметі бойынша облыстағы елді мекеннің басым көпшілігі таза ауыз сумен қамтылды. Бірақ
кейбір ауданда әлі де түйткілдер бар екен. Тиісті министрлік әкімдікпен бірге бұл мәселелерді тез арада шешу қажет. Ал табиғи газ жөнінде айтсақ, облыс халқының 90%-ға жуығы қамтылған. Бұдан бөлек аймақта 83 әлеуметтік нысан ашылды. Келешек мектептері ұлттық жобасы аясында 16 білім ордасы салынды. Ауылдық жерлерде 35 денсаулық сақтау нысаны іске қосылды. 70 жылдан бері жөндеу жұмыстары жасалмаған Кентау жылу энергия орталығын жаңғыртуға қомақты қаржы бөлінді. Сондай-ақ тағы бір маңызды мәселе. Облыста салынып жатқан бу газ қондырғысының құрылысын тездету керек. Жұмыс созылып кетті. Үкіметке және самұрық қазынаға осы мәселені қатаң бақылауға алуды тапсырамын. Жалпы аймақта түрлі өндіріс кәсіпорындары ашылып, жүздеген адам біртіндеп жұмыспен қамтылып жатыр. Мұның бәрі де ел ішінде болып жатқан нақты жұмыстың көрінісі. Мен әрдайым айтып жүремін. Аймақтарымыз қуатты болса, мемлекетте мықты болады. Бұл біздің жетістіктеріміздің негізгі формуласы деп айтсақ артық болмайды. Сондықтан өңірлердің экономикасын нығайтып, халықтың әл ауқатын жақсарту мемлекеттің басты назарында тұратын стратегиялық мақсат болып қала бермек. Қазір Қазақстанда түбегейлі өзгерістер кезеңі басталды. Оны баршаңыз жақсы білесіздер. Бәріміз бір ел болып, конституциялық реформаны табысты жүзеге асырдық. Бұл реформаның тарихи мән мағынасы ерекше. Оның ел дамуына тигізетін ықпалы аса күшті боларына күмән жоқ. Соған байланысты шет елдердің басшылары, саясаткерлер және сарапшылар біздің конституциялық реформаға аса зор ықыласпен қарап отырды. Олар Қазақстан конституциялық реформаға жаңаша көзқараспен қарап, кең ауқымды өзгерістер жасағанын, еліміз конституцияның мән мазмұнын өзгертіп, мүлде жаңа тұрпатты ел болғанын айтып жатыр. Жалпы халықтық референдумда азаматтарымыз еліміздің жарқын болашағы үшін, яғни жас ұрпақтарымыз үшін тарихи таңдауын жасады. Ел қолдауына ие болған нағыз халық конституциясы тұғырына қонды. Конституция мемлекетіміздің болашағына бағдар болатын, ұлттық мақсат мұратымызды айқындайтын аса маңызды құжат. Темір қазық. Мұны да ақиқат ретінде бүкіл дүние жүзіндегі қауымдастық мойындап жатыр. Референдумға жұртшылық өте белсенді қатысты. Бұл да қуанарлық жағдай. Осы сайлау науқаны ірісті ынтымағымызды паш етті. Бұл да өте маңызды үдеріс. Өйткені біз азаматтарымыздың отаншылдық рухын айқын сезіндік. Түркістан жұртшылығы әрдайым елдік істен сырт қалмай, жүргізіліп жатқан реформаларды жаппай қолдап келеді. Бұл жолда сіздер ауызбіршіліктің озық үлгісін айқын көрсеттіңіздер. Түркістан референдумда ата заңды қолдаған ең белсенді облыстардың қатарында тұр. Дауыс берген жұртшылықтың 92,21% жаңа конституцияны қолдады. Баршаңызға рахмет. Киелі Түркістанда мемлекетіміздің тағдырына бейжай қарамаған бүкіл ел азаматтарына шынайы ризашылығымды білдіремін. Өздеріңізге мәлім, мен осы аптаның басында Қазақстан Республикасының Конституциясына және бас құжаттың ережелерін іске асыру жөніндегі шаралар туралы жарлыққа қол қойдым. Енді 1 шілдеден бастап Конституция өз күшіне енеді. Ал Конституция күнін біз бәріміз бір тұтас халық болып референдум өткізілген күні, яғни 15 наурызда жыл сайын мемлекеттік мереке ретінде атап өтеміз, тойлаймыз. Жалпы халықтық референдумда жастарымыздың белсенділігі, жаңашылдығы және жауапкершілігі айқын көрінді. Олар отанына адал, ойы озық, жасампаз азаматтар ретінде өздерінің жарқын келешегіне қатысты таңдауын жасады. Жаңа конституция ең алдымен өскелең ұрпақтың игілігі үшін қабылданды.
Бұл жастарға арналған құжат десек қате болмайды. Төрге озған халық конституциясы жастарға жөн сілтейді, өмір жолын көрсетеді. Жаңа ата заң жас ұрпақпен бірге жасай береді. Қазір Түркістан облысында 700 мыңға жуық жас азамат тұрады. Бұл тұрғындардың 1/3 деген сөз. Киелі орданың тарихы қандай терең болса, болашақта сондай жарқын болады деп сенімді түрде айтуға болады. Осы көп жас азаматтарымыз тұратын жерде тағы да мынадай сөзімді айтқым келеді. Мен президент ретінде еліміздің жастарына, олардың біліміне, қабілетіне, күш-қуатына зор үміт артамын. Елімізге жаны ашитын, яғни шын мәнінде жанашыр ұрпақ қана Қазақстанның көркеюіне мол үлес қоса алады. Еліміздің келешегі отаншыл, жасампаз, жауапкершілігі мол жастардың қолында. Бұл да ақиқат десек орынды болар.